Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы металдар және құймаларды алу. Металдардың алыну жолдары, құймалар құрылысы мен құрамы. Менделеев кестесі бойынша диагональ жүргізсек, бордан бастап астатқа дейін төменгі сол жақ бұрышында металдар орналасқан. Металдардың физикалық қасиеттері: мыс ашық қызғылт түсті, жылтыр металл, жеңіл созылады, электр тоғын жақсы өткізеді. Темір жылтыр, иілгіш, оңай магниттенетін қатты металл. Мырыш көкшіл ақ түсті, металдық жылтыры бар, оңай балқиды. Хром күмістей ақ, жылтыр, морт сынғыш металл, электр және жылу өткізгіштігі төмен. Мыстың негізгі минералдары: халькоперит, малахит, лазурит, халькозин, кавелин. Мыстың химиялық қасиеттері: қыздырғанда ауадағы оттегімен тотығады, галогендермен әрекеттеседі, қышқылдармен әрекеттеседі. Мырыштың негізгі минералдары: сфалерит, мырыш паты, цинкит. Мырыштың химиялық қасиеттері: қыздырғанда оттегімен әрекеттеседі, галогендермен, сумен әрекеттеседі, қышқылдар және сілтілермен әрекеттеседі. Мыс пен мырыштың алыну жолдары: феррометаллургиялық және гидрометаллургиялық әдістері. Хромның негізгі минералдары: хромит, хром оксиды. Хромның химиялық қасиеттері: жоғары температурада хром оттекпен, хлормен, азотпен әрекеттеседі. Қышқылдармен әрекеттескенде тұз түзіледі. Темірдің негізгі минералдары: магнетит, гематит, лимонит, колчедан және темір купаросы. Темірдің химиялық қасиеттері: қыздырғанда оттегімен әрекеттеседі, бейметалдармен әрекеттеседі, қышқылдармен әрекеттеседі. Хром мен темірдің алыну жолдары: феррометаллургиялық әдісі және алюминотермен әдісі. Металдардың қолдану мен кен орындары: қазіргі кезде мысты электротехника, металл өңдеу, машина құрау, химиялық шыны өнеркәсібінде кеңінен қолданады. Мырышты темірден жасалған бұйымдарға қорғаныш қаптамалар жасау үшін және құймаларын алу үшін қолданады. Хром қосылыстарын тері илеуде пайдаланады. Таза темірді шеге, электромагнитті құралдардың бөлшектерін жасау үшін қолданады. Темірдің құймалары шойын және болат көп қолданылады. Кен орындары: мыс, балқаш және жезқазған тау металлургия комбинатында өндіріледі. Мырышты Риддер және Өскемен металлургия зауыттары шығарады. Хром Ақтөбе және Ақсу ферроқұйма зауыттарында өндіреді. Темір кендерінің үлкен қоры Рудный темір кен бассейнінде және орталық Қазақстанда бар. Қазақстандағы мыс, мырыш, темір, хромның кен орындары. Құймалар: қажетті қасиеттері бар, екі немесе одан да көп компоненттен түзілген. Оның біреуі міндетті түрде металл болатын қосылыстар. Металдың жиі қажет болатын қасиеттеріне қаттылығы, беріктігі, жемірлеуге тұрақтылығы, қалыпқа жақсы құйғыштық жатады. Болат пен шойын техникалық темірден берік. Шойын темірдің көміртекпен құймасы. Оның да құйғыштық қасиеті жоғары.
Көптеген құймалар таза металдарға қарағанда берік, жемірлеуге тұрақты, қатты болып келеді. Кейбір құймалардың қасиеттері: қолданылуы, құрамы. Қола жақсы құйылады, машина жасау, көркемдеу, құю саласында қолданады. Жез қатты, машина жасау, тұрмыстық техника жасау үшін қолданады. Мельхиор әсемдік, жемірлеуге, тұрақтылық, ыдыс-аяқ, машина бөлшектерін, көркем өнер туындыларын және дәл өлшегіш аспаптарын жасау үшін қолданады. Нихром жоғары электрлік кедергі, қыздыру аспаптары. Мельсбор әсемдік, жемірлеуге, тұрақтылық, ыдыс-аяқ, түйін жасауда қолданады. Томпак жақсы құйылады, машина жасау өнеркәсібінде қолданады. Қоршаған орта факторларының әсерінен металдардың бүліну құбылысы жемірлеу деп аталады, коррозия. Бұл өте зиянды және қауіпті процесс. Латын тілінен аударғанда коррозия жемірлеу деген мағынаны, желіну деген мағынаны білдіреді. Жемірлеуге ұшыраған бұйымдар. Металдардың коррозиядан сақтауды негізгі әдістері: қорғайтын қаптама қолдану, коррозияға төзімді құйма дайындау, қорғаудың электрохимиялық әдістерін қолдану, орта құрамын өзгерту, металл бұйымдарды басқа металдармен қаптайды, хромдау, никельдеу, металл бұйымдарды лактайды, сырлайды, клейкелейді, машина бөлшектерін және тұрмыстық нәрселерді тот баспайтын болаттан және басқа коррозияға тұрақты құймалардан дайындалады. Активтірек металдан жасаған тойтарма қолдану. Негізгі металл бұйымды қорғау үшін активтірек металдардың тақташасына жапсыру. Коррозия кезінде пайда болған тоқты қарама-қарсы бағытта тұрақты ток жіберіп бейтараптау. Назарларыңызға